Яғни аллергияның түрлері өте көп. Бана сіз айтып өткендей, ең бірінші аллергиялық ринит, аллергиялық дерматит, яғни бронхиальный астма, аллергиялық контактный дерматит деп бөлінеді. Яғни осы біздің Атырау облысында көп кездесетіні ол аллергиялық ринит. Яғни аллергиялық ринит дегеніміз ол мұрынның шышты қабатының қабынуымен, яғни түшкірумен, көзден жас ағу, қызару, сонымен пайда болатын, яғни белгілі бір аллерген түскеннің әсерінен мұрынның қабыну аурулары деп айтылады. Осы аллергиялық ринит. Яғни оның түрлері эпидемиальды, инфекциялық, мысалы шаң-тозаңдық, тұрмыстық, техникалық, мысалы кәсіби және де басқа да бір себептерден болады деген көп түрлерін кездестіреміз. Неше жастан дегенде, яғни біздің осы Атырауда көбіне жастарда жиі кездесіп жатады. Яғни ол 20 жастан 45 жас аралығына дейінгі адамдарда көбіне осы аллергиялық ринит көп кездеседі. Ол ойда жоқта пайда болғанда, мысалы ойда жоқта пайда болмайды ол деген. Яғни мысалы ол уже мысалы адамдар туған кезде мысалы генетикалық оларда басқа не түрі болады, мысалы генетикасында уже жазылған, яғни мысалы барлық адамдар аллергиямен ауырмайды. Мысалы кейбір адамдар болады, мысалы қанша шөптің арасында жүрсе де, мысалы неше түрлі кремдерді жағып жатса да оларға ештеңе болмайды. Именно сол банағы генетикасында аллергияға бейім адамдар соларда ғана кездеседі. Ол жас шамасына байланысты әртүрлі уақытта шығуы мүмкін. Мысалы оның бір определенный уақыты жоқ. Мысалы кейбіреуде ерте шығады, кейбіреуде кеш шығуы мүмкін. Бірақ генетический фонда оларда ол аллергияға бейім адамдар деп айтылады олар. Ол туа пайда болуы мүмкін. Көбінесе мысалы наследственность деп айтамыз, ол тұқым қуалайды. Мысалы мамасында немесе папасында аллергия болса, ол обязательно баласына беріледі міндетті түрде. Мысалы көп жағдай 50% көбіне сол генетический жағынан пайда болады. Емдеу әрине мүмкін. Енді оның түрлі себептері бар. Мысалы қолданатын айтып жатсыз, біздің мысалы Атырау облысында көбіне осы шаңды, мысалы климатқа да байланысты. Ол біздің Атырау мысалы шаңды, құрғақ сондай болып келеді ғой, сол үшін де себептеріне байланысты емдеу әрине мүмкін. Уақытында қаралып, өткен аллергендерден мысалы анализ тапсырып, тексеріліп қараса, оны әрине емдеуге болады. Емдеудің қандай жолдары бар? Жолдары дегенде бізде көбіне осындай сезонный аллергияларды қыс айында емдейміз. Яғни алғашқы қар түскен уақытта ремиссия дейміз. Яғни бізде көбіне осы августтың, тамыз айының аяғынан осы күз айларының бастарында көп кездеседі бізде. Сондайларды біз көбіне қыс айында емдейміз. Яғни ең бірінші алғашқы қар түскен уақытта ол кісілер бізге келіп анализдерін тапсырып, именно қай мысалы шөпке бола ма или қай мысалы аллергияның түріне байланысты сол кезде мысалы қыс уақытта именно сол лечениені олар қабылдап жүреді. Мысалы именно бірінші причинасын табамыз, себебін. Содан кейін барып, ол себеп тапқаннан кейін, мысалы шөпке болса, именно қыс уақытында сол шөп дәріні ол кісілер ішіп жүреді. Таблетка түрінде, оның түрлері сублингвально және вакцина түрлері де бар. Солардың біреуін алады, пайдаланып жүреді. Яғни ол келесі мысалы жаз кезінде енді дым жоқ прям болады деп айта алмаймын, бірақ хотя бы былтырға қарағанда кішкене болса да симптомдары азаяды. Бізде көп кездеседі, яғни шығатындар, мысалы аллергиялық ринит, бронхиальный астма деген болады, соған айналып кетеді. Осложнениесі, яғни асқынуы деп айтамыз біз оны. Көбіне осы бронхиальный астма деген білесіз ғой, ол деген мысалы демалмай, ауа жетпейді, пациенттер мысалы науқастар күнмен түнімен ауа жетпей ұйықтай алмайды ол кісілер. Яғни ол сатурация деп айтамыз, солар түседі. Мысалы ол сол риниттің асқынуы. Яғни ринитті уақытына емделмесе, ол бронхиальный астмаға ауысуы мүмкін көп жағдайда. Ол арзандар әрине олар уақытша ғана мұрынды ашады. Мысалы белгілі бір сағатқа күніне мысалы 3-4 рет шашу мүмкін. Олар тек мысалы әсер ететін уақытына байланысты 3-4 сағатқа ашылады. Ары қарай керден мұрын яғни бітеледі. Өзінің мысалы емін қолданбайынша ол нафазолин, нафтизин олар тек қана уақытша әсер етеді мұрынды ашуға ғана. Табиғи жол біз медицина болғаннан кейін бізде көбіне табиғи жолмен деген ондай қарастырылмаған. Жоқ, олар дұрыс емес. Себебі олар деген мысалы
БАДы деп айтамыз да, биологиялық активті добавка, яғни қоспа деп, олар наоборот кері әсер етеді астмада. Мысалы шөпке аллергия бар адамдарға одан сайын қоздырады олар деген кері әсерін тигізуі мүмкін. Яғни бізде мысалы клиникалық протоколдар бар, олар яғни дәлелденбеген, мысалы клиникалық тұрғыда. Сол үшін де біз ондай банағы НЛ компанияларының басқа да өнімдерді, оларды қолданбауды сұраймыз, өтінеміз, чтобы мұндай нәрселерді пайдалануға болмайды. Енді бізде мысалы климатқа байланысты деп айтып тұрмын ғой. Бізде мысалы Атырау облысында климатқа, экологияға байланысты бізде мысалы көптеген зауыттар бар, мұнай өңдеу зауыттары, көптеген фабрикалар бар. Олардан бөлінетін мысалы күкірт, сутегі, мысалы фтор, неше түрлі заттардың қалдықтары бар. Олар да әсер етеді мысалы. Сосын климатқа байланысты біз шаң, ыстық жазымыз, құрғақ біздің ауа райы. Сондықтан Атырауда осындай иммунды аллергиялық риниттер бізде көп кездесетін климатқа байланысты.